Кетті. Құрылыста мына сетканы не үшін қолданады дейсіздер? Яғни бұның аты ЗУС, защитная улавливающая сетка дейді. Құрылыс кезінде байқасаңыздар көптеген ғимараттарда осындай сеткалар орнатып жатады. Сетканың негізгі жұмысы төбеден құлаған мынандай құрылыс материалдарын ұстап қалады. Яғни ол жерге түсіп, біреуді жарақаттамау мақсатында. Құлаған жағдайдың өзінде де түскен инерцияны азайтады және жарақатты азайтады десек болады. Енді бұның мақсаты қандай? Тек қана құрылыс материалын ұстамайды, адамдарда құлап жататын жағдай болады. Сол кезде адамдар да осы үстінде құлау арқылы өмірін сақтап қалады. Яғни сетканың маңызы өте керемет. Енді бұған деген қандай талап бар десеңіздер, ГОСТ ТН 1263 бірдің талабы бойынша енді бұл еуропалық стандартпен дайындайды. Бұның арқанына деген талабы, яғни арқандар 12 мм-ге сәйкес келу керек. Енді мына жерде 12 мм бар және ячейкалар дейді. Мына сетканың торлары 10 сантиметрге дейін болу керек. Енді мына жерде 4 сантиметрге сәйкес келіп тұр. Және тор көздің қалыңдығы сетканың 4 мм-ге сәйкес келу керек. Ол да сәйкестеніп тұр. Өндіруші осы ЗУСты дайындаған кезде өздері арнайы бірінші сынақтан өткізеді. 80 кг, 100 кг салмағында салмақ тастау арқылы одан кейін ғана барып сертификатталған осы дүниені құрылысқа арнап жіберіп сатып жатады. Яғни енді оны біз қазір груз тастамаймыз. Мен өзімді тастау арқылы тексеретін боламын, қаншалықты шыдай ма, шыдамай ма, мына ЗУСты көретін боламыз. Кеттік! Жалпы шыдады менің 80 килограммыма. Сынақтан өтті деуге болады. Мына сетка жақсы екен деп секіріп жүрмеңдер, жігіттер. Ескерту. Бұған тек арнайы мамандар ғана секіру керек. Арнайы мынандай поястар тағып. Сол үшін қайталап жүрмеңдер. Жақсы екен ұйықтап алғанға негізі. ЗУСқа арналған өзіндік талаптар да бар, яғни орнату кезінде және оның қандай құжаттары болу керек десеңіздер, ЗУСтың өзінің арнайы паспорты болу керек, яғни металлға және мына сеткасына деген сертификаты болу керек. Сол арқылы дәлелдейді. Және де орнатқаннан кейін арнайы акт жасалып, ол жерге осы объектінің начальник участка прорабы және биот дейді, по технике безопасности инженер болу керек. Инженер қауіпсіздігіне жауапты маман және де технадзордың қолы арқылы толық орнатқаннан кейін қол қою арқылы қабылданады. Секіруге болады екен деп ЗУСқа секіріп жүрмеңдер, ескерту. Қайталауға болмайды. Өйткені бұл жерде сіздің өмірлеріңіз тұрады. Егер сетка ескі, жыртылған болса, онда ол сіздің өміріңізді қорғай алмайды. Сол үшін қайталамай ақ қойыңыздар.